Сәлем достар, бүгін мен сіздерге қазы айналдыруды көрсетемін, яғни етімізді осылай ішекке тығып қазы жасайтын боламыз. Достар, мен өзім кеше өте көп қазы тығып алдым, бірақ бүгін сіздерге көрсетейін деп арнайы осылай 4 ішекті қалдырып қойдым, соны жасап көрсететін боламын. Достар, менде бұл жерде 1,5 жасар тайдың еті және ішегі өте қатты дәу болмайды. Қазір бірге жасап көретін боламыз. Менде негізі қабырған етінен жасайды. Мен кеше қаз тыққан кезде барлығын қостым қабырған етін. Қазір осылай етпен майды араластырып, осылай қазыға тығатын боламыз. Достар, бірінші ішегімізді көріп аламыз. Соған қарай етіміздің қалыңдығын, жұқалығын есептеп кесетін боламыз. Барынша етті ұзыннан кесетін боламыз. Оған және чеснок, қара бұрыш және тұз қосамыз. Егерде жаңа қазыңыздың қатты соленый тұзды болған қаласаңыз, тұзын көбірек қосасыз. Мен мынадай орташа табаққа толтырмаған осылай 1,5 алақанмен 1,5 почти 2 алақан тұз септім. Осылай 3 бас чеснок теркадан өткізіп, осылай қосып жібереміз және көз мөлшерімен қара бұрыш қосатын боламын. Достар, сіздер мына видеоны көре отырып, мен сіздерге притча айтып берейін. Бүгінгі айтатын әңгімем ол жақсылық жасау жөнінде. Әр адам жақсылық жасап, сауап жинаған дұрыс. Қатты мұқтаж адамға жақсылық жасасаңыз, ол сізге Құдайдан қайтады, немесе басқа бір жамандықтан сізді алыстатуы әбден мүмкін. Сол үшін көп жақсылықты жарыса жасауға біз міндеттіміз. Бір бала болған ғой, оқуға келген қалаға. Содан кейін енді күн көру үшін бір бұрышқа барып газет сатады екен. Сөйтіп газет сатып тұрып, қақаған қыста қолы, мұрны барлығы үсіп қалған, қатып қалған. Сөйтіп қасында тұрған бір үйге барған ғой, свет жанып тұрған. Сөйткенде ол бала жаңағы әйел адам қараған терезеден. Сөйтіп әйел адамға айтқан ғой, маған су беріңізші, бір стакан қайнаған су беріңізші, пожалуйста деп сөйткен ғой. Сөйтіп ана кісі жүгіріп кетіп, жаңағы әйел кісі есігін ашып, ыстық сүт алып келіп тұр екен. Сөйтіп жаңағы бала деген қуанғанынан жылап жіберген ғой. Сөйтіп ана сүтті ішіп ары қарай кеткен. Кейіннен қанша жыл өткен. Жаңағы сүт берген әйел кісі үлкен уже кемпір болған ғой. Сөйтіп больницаға түседі. Ол операция жасау үшін бір үлкен сумма керек болады. Сөйтіп операциясын жаңағыдай жасап, уже счетты алып келетін кезде, енді жасайды, ана уже срочный операция керек болады. Сөйтіп жақындар төлейді ғой деймін, жасайды, сөйтіп операция өтеді. Одан кейін уже жаңағыдай профессор кісіге апарған кезде, ана әйелдің данныйын сөйтіп профессор кісі, ол жаңағы бала екен да, сүтті алғанша газет сатқан бала екен. Сөйтіп жаңағы әйел енді счетты алып келген кезде қорқып қанша болды екен деп сөйтіп қараса, бұл операцияның құны осыдан бірнеше жыл бұрынғы берген 1 стакан ыстық сүтіңізбен төленіп тұр деп жазылып тұр екен да. Сонымен ана әйел кісі деген жасын тыя алмай жылап жүрген. Достар, мен деген осы притчаны оқыған кезде көзіме жас келіп сондай болды. Шынымен де бұл өмірде жақсылық жасап жарысқан өте дұрыс болады. Сол үшін достар, жақсылық жасап жарысайық, қолымыздан келгенше жақсылық жасайық. Тым болмаса жақсылық жасай алмасаңыз да, ешкімге ауыр сөз айтпай, көңіліне келетін сөз айтпай, осылай зияныңызды тигізбегеніңізде жөн болады. Әр қарай достар, мінекей қазымызды тығып жатырмыз. Видеода көрсетілгендей, мен осылай ішектің екі жағын көріп алам, қай жағы кеңдеу, сол жағынан қазы тығамын. Сөйтіп зубочисткамен қыстырамын. Бұрынғыдағыдай жіппен байлайтын ек қой. Біз кішкентай кезімізде мамаларымыз осылай қазы тыққан кезде бір жағынан жіпті байласып көмектесетін ек қой. Қазір осылай зубочисткамен қыстырып қоямыз. Бірақ зубочистканың ұштарын осылай кесіп тастаған дұрыс. Өйткені қазыңыз жыртып жіберу әбден мүмкін.
сосын қазыны қатты пресс қылып тықпау керек негізінде, и қатты бос қылып та жасамау керек. Сосын достар, пісірген кезде мен мысалға бір кісілер болады, майлыға осылай орап или пищевой пленкаға орап пісіретін кісілер де бар екен, осылай қазы бөлініп кетпес үшін. Ал мен енді қайнап келе жатқан кезде осылай зубочистканы алып, шамалы бір 5-6 жеріне осылай тесіп жіберемін да, ішіндегі суын несін шығарып ше. Сол кезде күшті жарылмай әдемі болып піседі. Достар, міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Енді әр қазақ қызы қазы тығуды біледі деп ойлаймын. Сонда да осылай YouTube каналыма шығарып, осындай видео тұрсын деп ойладым. Барлығыңызға сәттілік. Менің каналыма жазылмаған болсаңыз жазылып, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар достар. Мінекей достар, егер де достар қазыңызды ассортиға турайтын болсаңыз, пісіріп болғаннан кейін кәдімгідей қатырып, морозилкаға салып, кішкене қатырып, солай турасаңыз өте күшті болып туралады.